Келесі 1226 есебіміз жер қоршаған атмосфераның ең төменгі қабаты тропосферада барлық ауаның 0,8-і шоғырланған. Жер атмосферасынан барлық ауаның неше проценті тропосфера жоғарғы қабатында шоғырланған дейді. Сонда 0,8-ді біз пайызбен өрнектеп алайық. Ол үшін көбейтеміз 100%-ға. Сонда 80% тропосфера қабатында орналасқан. Енді қалғаны қанша пайыз деп сұрап тұр. Сонда жалпы барлығын 100% деп алатын болсақ, одан азайтамыз 80%-ді. Сонда 20% жоғарғы қабатында шоғырланған екен. Келесі 1227 есептің біріншісін шығарайық. X бөлінген 48 тең 6-тан 5. X дегенім 48 санын көбейтеміз 5-ге, бөлеміз 6-ға. Қысқартайық, 6-ның өзіне 8 бен 5-тің көбейтіндісі нәтижесі 40-қа тең болады екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Екіншісі 28 бөлінген X тең 4 бөлінген 9. X дегеніміз 28 бен 9-дың көбейтіндісі бөлінген 4-ке тең. Қысқартып жіберейік, 7 санына тең. 7 мен 9-дың көбейтіндісі 63-ке тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 18 бөлшектің бөлімінде 15 тең 12 бөлінген X. X дегеніміз 15 пен 12-нің көбейтіндісі бөлінген 8. Қысқартып жіберейік, 4 санына 3 болады, 2 болады көбейтетін болсақ. 45 бөлінген 2. Ол деп отқаным 22,5-ке тең екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 9 бөлінген 20 тең X бөлінген 24. Жоқ, 9 бөлінген 16 екен ғой. 16. X тең 9 көбейтілген 16 бөлінген 20. 4 санына қысқартатын болса 4, 5 болады. 9 бен 4-тің көбейтіндісі ол 36-ға тең, оны 5-ке бөлетін болса, X-тің нәтижесі 7,2-ге тең болады. Келесі 5-шісін шығарайық. X бөлінген 42 тең 7 бөлінген 12. X тең 42 көбейтілген 7 бөлінген 12. Нәтижесі тең болады. Қысқартып жіберейік. Так, 6 санын қысқартайық. 7 болады, 2 болады. X тең 49 бөлінген 2 болады. Ол дегеніміз 24,5-ке тең екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 9 бөлінген 16 тең X бөлінген 24. X тең 9 көбейтілген 24 бөлінген 16. Қысқартамыз. Так, 6 санына қысқартсақ 4 болады. Жоқ, 8-ге қысқартайық. 8-ге қысқартсақ 3 болады. Так, 16 саны 2 болады. Сонда X-тің нәтижесі тең болады 13,5-ге. Келесі 1228 есептің біріншісін шығарайық. Сандар қатарының медианасын табыңыздар дейді. Ол үшін бөлшектің бөлімін бірдей санға келтіріп алайық. Ортақ бөлім береміз 36 санынан. Сонда 4-тен береміз. 36-тан бұл үшін 12 санынан береміз. 6 болады. Так, 3 болады. 9 болады. Енді жазып алайық. Ол 36-тан 4 саны болады екен. Келесі санымыз 36-тан 24 болады. Келесі санымыз 36-тан 30 болады. Келесі санымыз 36-тан 21 болады. Келесі санымыз 36-тан 27 саны болады. Енді бұл сандарды өсу ретімен жазып алайық. Сонда ең кішісі 36-тан 4.
Одан кейін 36-тан 21. 6-тан 21. Одан кейін 36-тан 24. Одан кейінгі санымыз 36-тан 27. Келесі 36-тан 30. Енді осы қатардағы дәл ортасында орналасқан сан ол сандардың медианасы болады. Онда медианасы 36-тан 24-ке тең екен. Бұны қысқартып жіберсек те болады. Сонда 3-тен 2-ке тең екен. 3-тен 2 медиана. Келесі екіншісін шығарайық. Ол үшін ортақ бөлім беру алу керекпіз. Ортақ бөлім 90 санынан болады. 5-тен береміз. Екінші 15 болады. 90 болу үшін 6 болады. 3 және 30 сандар болады. Енді жазайық. Ол дегеніміз сонда 90-нан 25. Екінші санымыз 90-нан 15. Келесі 90-нан 12. Келесі 90-нан 21. Келесі 90-нан 30 саны болады. Енді өсу ретімен жазайық. Ол үшін ең кішкентайын табамыз. Алдындағы тұрған сан. Ол бізде 12 бөлшектің бөлімінде 90. Екінші 15 болады. Бөлшектің бөлімінде 90 саны. Алымда 21 келесі санымыз. Бөлшектің бөлімінде 90. Келесі 25 бөлшектің бөлімінде 90. Келесі алымда 30 бөлшектің бөлімінде 90. Енді дәл ортасында орналасқан 90-нан 21 саны. Енді 90-нан 21 санын қысқартып жіберейік. Сонда 3-ке қысқартатын болса 7 болады, 30 болады. Сонда медианасы 30-дан 7-ге тең болады екен. Медиана. Келесі 1229 есебіміз. Наурыз айының 1-ші аптасында ауаның тәулік орташа температурасы берілген. Осы ауа температурасының өзгеру құлашын табыңыз. Өзгеру құлашы дегеніміз ең үлкеннен ең кішісін азайтамыз. Ең үлкенін 20 градустан азайтамыз 14 градусты. Нәтижесінен болады 6-ға. Сонда өзгеру құлашы 6-ға тең екен. Келесі екінші сұраққа жауап берейік. Модасы неше градус? Яғни ең көп қайталанған градус өлшемі ол бізде 14 және 17 градус. Келесі үшіншісіне медианасын табуымыз. Ол үшін өсу ретімен жазып аламыз. Бірінші 14 градус, екінші тағы бір 14 градусты жазамыз. Одан кейін орналасқан бізде 15 градус. Одан кейін 16 градус. 16-17 градустан 2 рет бар екен. Одан кейін 20 градус бар. Енді дәл ортасында орналасқан бізде 16 саны, сонда медианасы 16-ға тең екен. Келесі 1230 есебіміз. Көңілдер мен тапқылар сайысында Марат 7 ұпай, Иман 4 ұпай, Зарина 3 ұпай, Марат 5, Дина 6 ұпай жинады. Берілген сандарда өзгеру құлашын табамыз. Өзгеру құлашы дегеніміз ең үлкеннен ең кішісін азайтамыз. Сонда бірінші сұрақты жауабы ең үлкені бізде 8 ұпай екен. 8 ұпайдан азайтамыз ең кішісі 4 ұпай. Онда өзгеру құлашы бізде 4-ке тең болады. Екінші медианасын табыңыздар еді. Ол үшін өсу ретімен жазып аламыз. Ең кішісі бізде 4 саны, одан кейін 5, одан кейін 6, одан кейін 7, одан кейін 8. Сонда медианасы 6-ға тең болады.